Көктемнің алғашқы жылуындай, күннің алғашқы сәулесіндей болып жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесінің көктем мезгілінің басында келуі жақсылықтың нышаны болса керек. Осы күн әдеміліктің нышаны іспеттес. Бұл мереке аруларымызға шынайы құрмет белгісі. Әйел адам өзінің табиғатынан ақ кішіпейілділіктің, жоғары адамгершіліктің және мейірімділіктің айнасы. Ана қуанышы, әйел қуанышы әр отбасының мерейі. Бұл мерекемен барша аруларды, ұстаздар мен қыздарды құттықтауда Тұран университетінің жігіттер қауымы да қалыс қалмады. Қыздар деген сұлулықтың әлемі, қыздар деген әдемі ғой әдемі. Қазақтың қызын көрсем құлпырған, сыр туады жүрегімнен кәделі. Көктем келіп, күн шығып жанағарды, ойландырған нәзік жандар даналарды, жылына бір келетін мерекемен гүл сыйлап қуантайын аналарды. Аялайық қыздарды жалын жастар, қазақ қызы сүйемін арыңдасқар. Бүгінгі мерекемен құттықтаймын аналар, сұлу қыздар, қарындастар. Тамсандырған 18.000 ғаламды, мерекеңмен ару қыздар табанды. Құттықтаймын барша ару қыздарды, құттықтаймын жан жүрегім анамды. Құрметті арулар, ұстаздар, аналар, баршаңызды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті қыздар қауымы, сіздерді көктемнің алғашқы күнінде келіп жеткен халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Күндей күлімдеп, гүлдей құлпырып жүре беріңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз.